Кештен кейінгі кездесу. Кешегі ғаламат концерттен соң Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері тағы да жиналып, қазақ халқының дәстүрімен танысты. Әлемнің 70-ге тарта елінен келген шетелдік меймандар Алматы іргесіндегі этноауылда қонақта болды. Ұлттық ойын мен өнерді тамашалап, тағамдардан дәм татып, алған әсерлерімен бөлісті. Толығырақ Фариза Мұсағызы. Көкпар тартып, садақ ату, бәйгі қызықтап қызғу. Бүгін Димаштың 200-дей фанаты қазақтың ұлттық ойындарын тамашалады. Димаштың керемет отаны бар екен. Қазақтың мәдениетімен танысудың өзі бір ғанибет. Осында ұсынылған шоу қатты ұнады. Жалпы қазақстандықтардың қонақжайлығы керемет екен. Тұрғындар Испания халқы сияқты жылы жүзді көрінеді. Этно орталықта барлығы 16 киіз үй тігілген. Біріне ұлттық тағам, енді біріне әшекей бұйымдар қойылды. Тіпті осында қонғысы келген шетелдіктер де бар дейді орталық қызметкерлері. Димаштың фанаттар келген екен, қадірлеп келген алыс жуықтан. Бүгін қонады. Көнеден қалған дәстүрді ұлықтаған орталықта көшпенділерден қалған мұра қолөнерде көрсетілді. Киіз басу, кілем тоқу, текемет жасау мен зергерлік өнерді тамашалау арқылы жанкүйерлер Димаш Құдайбергенді одан әрі жақсы көріп, оған бір табан жақындай түскенін жасырмады. Шетелдіктер қатты қызықтайды, әсіресе жүн сабағанға көп келеді, текемет басқанда бірге басып көреді. Өнер сүйер қауымға бауырсақ, қымыз, қуырдақ ұсынылды. Ұлттық тағамдардың дәмі көңілдерінен шыққан сыңайлы. Ради чего стоит приехать как минимум? Бауырсаки. От Казахстана в приятном. Мен Екатеринбургтен келдім. Біз мінген такси жүргізушілеріне дейін туристерге жанашырлық танытып, концерттің абыройлы өтуіне тілектес болғаны көрінді. Этно ауылға сапарлаған меймандардың көңіл күйі көтеріңкі. Қазақ халқына деген құрметі ерекше екені көрініп тұр. Әлемді әнімен әлделеген Димаш арқылы өнерде шекара жоқтығын тағы бір мәрте ұғындық. Фариза Мұсағызы, Назым Қайратқызы, ұлттық арна, Алматыдан.